Құдайдың құдіреті, басшы болатын адамның жаратылысы елден ерекше ме? Аядай ауылдағы жиындарда былай қойғанда, кез келген той-домалаққа бел ортасынан араласып кетіп, бейне бір сол әулеттің жанашыр адамының кейпін танытып. Әй, әлгі тойға сойлайтын малдарың не болды? Адам кетті ме? Бауырсақ пісіретін қатындар қайда? Шиқарының қанжының аулаққа апарып төгіңдер деп, айқай көтеріп, қызықшылық тізгінін қашанда өз қолына алып қалатын Алпамыс Ақтұма ауылына әкім болып тағайындалған. Алпамыстың бұнысын ешкім сөкет көре қойған жоқ. Болса болсын десті жұрт. Ауылдың қатын-қалашымен шапылдасып ұрсысып, әркіммен жаға жыртысып жүретін әкімнің абыройсыз қызметі кімге керек? Есіз қалғыр осы ауылға басшы құтаймай қойды ғой. Енді мына Алпамыс әкім болыпты дейді. Жетпегені сол еді. Құдай-ай, сол не бітіріп нені жетістіреді дейсің? Амандық болса, жазаңды Досәлі берер деп, ауылдың кейбір шайпау әйелдері беттерін шымшыса, сақал саусаған қариялары төмен етектілерге қарағанда салиқалылық танытып. Әй, бұл Ақтұманың жұртына ешкім жақпайтын шығар. Сырттан келсе, бөгде дейсіңдер. Айналайындар-ау, енді сендерге кім ұнайды? Алпамыс дегендерің осы Ақтұманың жағдайын жақсы білетін ауылдың баласы емес пе деп, әңгімелерін шолақ қайтарып, айтар сөздерінің соңын жотып үнсіз қалған. Ауыл жұртының қандай екендігінен аудан әкімі Сырлыбай Байназаров та хабардар болса керек. Ол Алпамыстың қолын қысып тұрып: Ақтұма арыз шағым көп, мазасыз ауыл. Өзіңіз өсіп өнген ауылдың мәселелерін өзіңізге тапсырдым деп шығарып салған. Уайымдамаңыз, деді Алпамыс көңілі тасып тұрып. Алдымен Ақтұманың қатындарының өзегін тиямын. Содан кейінгі шаруаның бәрі де жөнге келеді. Әншейінде ең шіркін, осыдан әкімдіктің тізгіні қолыма тисе ғой деп, алақанын қарадай ысқылап жүретін Алпамыс үлкен қызметтің тұтқасын қолға ұстап, үзеңгісіне аяқ салып алғаннан кейін ел басқару дегеннің бұл ойлағандай қатындардың пыш-пыш әңгімесін тыйып, одан кейін қоғадай жапырылған жұртының қошеметімен төрге осып, бас мүжейтін лауазым емес. Алтынан андыздап шыға келген мыңдаған шаруаның жауапкершілігі тек өзіне қарайтын іс екендігін түсінген. Баяғы партияның заманындағыдай қадалған адамына қаһарлана қарап, бұйрыға салып, көзіңе көк шыбын үймелетемін дейтін басшыға тәнсестің осы ауылда пәленбай жыл уысында ұстап, басқарған шәрбайлармен бірге кеткенін енді аңғарған. Басқалды білмейді, ал мына Ақтұманың адамдары шетінен кілзаң зәкүншіл, үнемі бәле қуып жүреді. Әсіресе әңгімеңді құлағы ауыр еститіндіктен оң қолын шекесіне апарып, қалқан етіп отырып, деп отырып тыңдайтын Досәлінің жазған арызы қалт кеткен емес. Ақырып келген талайлар Досәлімен айқасамын деп жүріп, омақаса құлағандарын өздете аңдамай қалған. Алпамыс жаңа қызметке келмей тұрып бұл жағында ойластырып қойған. Жекжат жұрағаттың қолап келсең, Досәлі бұғанда бөтен емес, шешесі жағынан ілік шатысы бар туысқан адам. Алпамыс нағашы деп еркелейді. Алайда бетіне күле қарағанмен сырын сыртқа шығара бермейтін Досәлі жұрт сияқты Алпамысты жиен қалайсың деп жақын тартқан емес. Бейне бір күндердің күні бұның әкім болатындығын алдын ала сезіп, ары қашықтықты алыста ұстап сақтанған сияқты. Әкім болып атқа қонған күні өтірік арсалаңдап: Досеке, мына жаман жиеніңіз әкім болды. Енді сіздей нағашының қолдауы қажет дегенде ол суық жымеп: бұл кім келіп кім кетпеген орын дейсің деп қойғанды. Алпамыс сол кезде ақ Досәлінің осы сөзінен тіксініп қалып еді. Ендігі жасап отырған тірлігі мынау. Аудан әкімі оқушы дәптерінің 2-3 бетіне қара қағазбен көшірмесі түсіріліп жазылған шағымды Алпамыстың алдына тастай салды. Тақырыбын көзі шалып қалды. Ауызсуға бөлінген 60 миллион қайда? Иттің баласы-ай, деді Алпамыс. Оқып танысып шықты. Жалаң арыз емес, бәрін дәлелдермен мұрыннан тізіп көрсеткен. Тендердің тамыр-таныстықпен өткенін, құрылысты жүргізген сана жауапкершілік шектеулі серіктестігі басшысының бұның туған бөлесі Серікбай екен. Ауыз су тартуға жұмсалған шығынның шамадан тыс көтеріліп төленгенін, қол қойылып, мөр басылған қағаздармен дәлелдеп жазып шыққан. Бұл қағаздарды қайдан қолға түсірді екен? Әлде бухгалтерияда таныс біреуі бар мекен деп ойлап қойды. Ақтұманың көшелермен адымда бара жататын Досәлінің сермеген қолмен бірге ерсілі-қарсылы ауада тербетілетін сырты
Ақжемденіп кеткен қызыл портфельді көрген сайын, бір ғана Алпамыс емес, атқа мінгендердің бәрі қопаңдап, апырай, мына пәлетағы нені білдірейін деп жүр екен дегендей қопаңдап қалады. Төсі оңып кеткен бұл портфельдің ішінде не жоқ дейсің? Кодекстерден бастап заң-законның бәрі бар. Анау мынау адвокатыңнан кем емес. Тек әттең-айы білімін бекітетін бір жапырақ қағаз ғана жоқ. Досәліні бала кезінен білетіндер оның жас кезінде қой аузынан шөп алмайтын момын жігіт болғанын, бәлеқорлықты әскерден үйреніп келгенін айтып, бұл қызталықты кезінде өзіміз арқалап өсіріп едік. Ақтұмада тірі орысты көрмей өскен баланың орысшаны осыншама судай біліп қайтатынын кім білген деп таңданып отырады. Ауданның атқа мінген ұлықтары ішкен жегендерін аңдып, жіпке тізіп жазып отыратын Досәліні сыртынан арыз қой, бәлеқор деп жақтырмайды. Олардың түсінігінде Досәлі әрі жазбаса, ішкен ас-ауқаты бойына сіңбейтін, ылғида түртініктеп бәле қойып өзгенің жақсылығын көре алмайтын іші тар кісі. Ол бүгінде маңдайшасында әкім деген жазуы бар, сылақтары түсіп, сыртқы бояуы оңып кеткен кеңсенің көнге қаңсап, топсалары май көрмеген есігін боздата ашып, басшының бөлмесіне кіре беріп еді. Жолын хатшы қыз бөгеді. Ағай, Алпамыс Болатұлы бос емес, жиналыс өткізіп жатыр. Таң атпай басталатын ол қандай жиын, деді Досәлі таңырқап. Досәлінің құлағының ауыр еститінін білетін хатшы қыз жөнді естімей қалды екен дегендей жақындап келіп дауыстап сөйледі. Ағай, 90-дық есептің кезі ғой, деген хатшы қыздың қисынсыз жауабына Досәлі илана қоймады. Алпамыс қай уақыттан бастап халықтан жасырып есеп беретін болған деп жалт қарағанда, хатшы қыз сасқалақтап қалды. Кіреберіс бөлмедегі шаң-шұң айқайды естіген әкімнің өзі есігін ашып күлген болды. Ойбай-ау, Нағашекең келіп қалыпты ғой деп қалбалақтап қалды. Содан кейін хатшы қызға қарап, Досекең келіп тұр деп айтпайсың ба деп кейген болды. Алпамыс Досәліні қолтығынан демеп жұмсақ орындыққа отырғызғанымен араларындағы ассалаумағалейкум әлік саламынан кейінгі әңгімелері жарасып кете қоймады. Нағашеке, бастық болғаны әлі 6 ай толмаған жиеніңізді ақша жеді деп сөмірейтіп жіберіпсіз ғой. Мен сізден бұны күтпеп едім деп Алпамыс өкпелеген болды. Сары сақтияннан жасалынған көнетоз портфелін көкпар сияқты алдына өңгеріп алған Досәлі бұның лауазымына қарап, әй жиен, менен бір қателік кетіпті деп айтама деп күтіп еді. Қателесіпті. Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Халықтан жегенді қашан қоясыңдар осы, деді бетіне бажырая қарап. 500 түтінге су тарттыңдар. Хош, жақсы. Сатып алған құбырларын Қытайдың арзан метрі 100 теңгелік дүниесі. Сендер соның төсеп біткенде алды су жіберіп жатты. Сондайда жұмыс бола ма? Төбедегі су айдайтын насостарыңды қосқанда барлығы 30 миллионнан аспайды. Қалған 30 миллионы қайда деп Досәлі алақанын жайып Алпамысқа сұраулы жүзбен қарады да. Көрдің бе? Қайтаратын жауабың жоқ. Оның қайда кеткенін айтайын ба, деді тағы Алпамысқа қарап. Ол, айтыңыз, деді күмілжітіп. Бұл жерде соншалықты күрделі есеп жоқ. Сенің тендерде жеңімпаз атанған бөлең құбырудың әр метрін 150 теңгеден алдық деп көрсеткен. Негізі, тендерге су тарту жұмыстарын бар болғаны 30 миллионға жасап беретін мекемелерде қатысқан. Оларды неге шақыртпайсыңдар? Сендерге ақша керек болды ма? Ертең мен осы құрал жабдықтарды сатқан мекемелерге сұрау хат жіберсем, құбырлардың бастапқы бағасының қанша екендігін өзінен өзі шыға келеді. Сонда айырмақшаның орнын немен толтырасыңдар? Әрине, 60 миллион ақшаны жалғыз өздерің өңештерінен өткізбейсіңдер ғой. Оның ішінде аудан әкімі Сырлыбай Бекназаровтың да үлесі бар. Айналайын, бұның заң тілінде ұйымдасқан қылмыс дейді. Опық деп столды тарс еткізіп бір ұрды. Алпамыс әңгіменің ауаны былай өзгере деп ойламаса керек. Маңдайынан шыққан суық терді қол орамалмен сүрткен болды. Досеке, Нағашеке, ол енді былай ғой деп сипақтатып келе жатыр еді. Досәлі әңгімесін шорт кесіп. Аудан әкіміне сәлем айт, оның бұдан да басқа былықтарын білем. Ол ең алдымен мына аудан орталығына тиеп тұрған іргедегі Бозкөл ауылындағы ескі қыстаудың жанына жасырып көмілген 100 тоннаға жоқтайтын мысымның есебін түгендеп берсін. Досәлі әңгіме осымен тәмам дегендей орнынан тұрып жүре берген. Соңына батпандаған жүгін қалдырып қақпадан бөкшеңдеп шыққан Досәлі бұрышты айналып
Көрінбей кеткеннен кейін Алпамыс Жалмажан аудан әкіміне телефон шалды. Сәке, мұны арыз қойыңыздың арыны қатты. Қолында Бозкөлдегі жерге көмілген мысқа қатысты да бірдеңелер бар сияқты. Не істейміз деп үрейленді. Аудан әкімі Алпамыстың аузынан бұндай әңгіме шығады деп күтпесе керек. Жепілдемеде не дедін білмей тұтығып қалды. Не деп тұрсың? Тез етіп маған жет деп тапсырма берді. Алпамыс әкімнің кабинетіне қаз қарая шықты. Көңіл алағызып тұр. Екі оттың ортасында қалғанын түсінді. Әкімнің несі кетеді дейсің? Таяқ жейтін мен ғой деп ойлады, былай шыға бере уайымдап. Әншейінде қарасұр өңінен нені ойлап отырғанын аңдай алмайтын Сырлыбайдың қобалжығанын алғаш рет көрді. Жүзі түтігіп, ат жаптырым бөлме ішінде ерсілі-қарсылы кезіп, тағатсыздана күтіп отыр екен. Бөлменің іші көк түтін, бұған отыр дегендей, ишара жасап өзі шоғы қызарып, тұтқылана таяп қалған темекісін күл салғышқа салып, мыжғылап өшірді. Ауада қалықтаған көк түтін себездеп тарай бастағанда. Солай деді. Досәлі, мыс мәселесін қозғайтын болса, менің түбіме жетеді. Бір амалын ойластыру керек. Не істеу керек? Досәлі ақшаға көнбейтін адам. Қалып отырған жалғыз амал, оның заңның тырнағына іліктіру керек. Сәке, оны қалай жауапкершілікке тарттырмақсыз? Қызметі жоқ. Үшінші топтағы мүгедектеп Алпамыс қозғалақтап қалды. Аудан прокурорына жай жапсарды өзім түсіндіремін. Тек Досәлінің үстінен жала жауап арыз жазатын адам табу керек. Бізге оны түзеу мекемесіне жіберу міндет емес, жауапқа тартылатындығынан қорқып ендігәрі арыз шағым жазбайтындығын айтып, кешірім сұраса болды. Арыз иесін өзіміз жарастырамыз. Қанша деген менде бір топырақтың адамдары емес пе деді терезеден көзін алмаған күй. Істің насырға шауып бара жатқанын сезген Алпамыс орындығын сықырлатып қозғалақтап қалды. Сәке, Досәліні білмейсіз ғой, көне қоймайды. Жала жаптырғанымыз қалай болар екен деп сипақтай бастап еді. Аудан әкімі, тыңда. Сенің бұрандың әлден босап тұр ғой, мен сені табанды жігітпе десем. Қашанғы төкпірдегі ауылда жүре бересің. Ішкі саясаттан бір орын босайын деп тұр. Сені соған лайық па деп ыңғайлап жүрсем деп кейген сыңай танытты. Ақтұмаға ел орынға отыра бере келген Алпамыс көлігін ауылдан жырақтағы қырдың төбесіне қалқиып тұрған жалғыз үйге қарай бұрған. Тоқалтамның жарығы әлі сөнбепті. Сыртқа қарап құйылып тұр. Теледидардағы өмірі бітіп болмайтын сериалдың қызығына төсіп кеткен бе? Терезесін тақылдатып еді, алдымен перде жартылай сырылып, ар жақтан Күнсұлудың басы көрінген. Жесіргеншек осыдан 10 жыл бұрын күйеуі қайтыс болғаннан кейін қайта тұрмысқа шықпай, жалғыз қалып кеткен. Қайтып байға тимеді. Сырт жұрт Досәлінің осы Күнсұлуда ойы бар деп айтады. Мүмкін өтірік, мүмкін шын. Ол бейуақытта жүрген әкімді көріп, Құдай-ау, әкімнің де бас сұғатын кезі болады екен-ау деп таң қалып жатыр. Алпамыс, келген қонақты босағада тұрғызып қоя берейін деп бедің деп еді, состиып тұрған келіншектің бетіне қызыл жүгірген. Ойбай-ау, есім шығып тіпті абдырап қалыппын ғой. Дастархан басына жайғасқан Алпамыс көңіліне түйіп келген әңгімесін неден бастарын білмей дағдарды. Алдымен тоқалтамның төбедегі ыс басып, қарайып кеткен белағаштарына қараған болды. Қызық, мына белағаштарға қанша жыл болды екен деп бір қойды. Шамасы бір 30 жыл бары. Ол кезде марқұм күйеуім Темірбек еді ғой. Оның дүниеден қайтқаны да 10 жылдың жүзі болды. Ал бұл там одан бұрын бар еді ғой, деді әкімнің төп қойнан бейхабар келіншек. Біздің бала кезімізден қайнатам осы үйдің іргесіне көк нәре кетін. Өзінің міндетін әлдеқашан атқарған ағаш екен ғой, деді Алпамыс. Деді, сосын ыңыранып. Осы түкпірдегі ауылға бізді қай құдайдың байлап қойғанына әлі күнге түсіне алмаймын, деді. Саған аудан орталығына көрсең болады ғой, деді Күнсұлу, шай құйып жатып, жағдайың бар шүкір. Мен әлдеқашан көшер едім, ана кемпір шалды қалай көндіремін. Олар осы Ақтұмадан көшсе өлетіндей болып тұрады. Ал саған мүмкіндік бар. Жалғыз басысың, деді қулана қарап. Жалғыз басыларға кім жағдай жасайды екен? Ондай заң бар ма, деді ол әкімнің жүзіне қарап. Бір мүмкіндік бар, деді Алпамыс, мына әңгімені басқа ешкім естіп қоймасын дегендей Күнсұлуға қарай жақындай отырып.
Осы жаңа ғана аудан әкімінің алдынан шықтым. Сәкең, ауылыңда күн көрісі төмен отбасылары болса, жаңадан салынған үйден 2 бөлмелі пәтер берсем бе деп қалды. Қарап отырсам, үміткерлер көп, жалғыз пәтерді кімге жеткіземін? Ал аудан әкімнің уәде беріп отырғаны 2 бөлмелі жалғыз пәтер. Темірбектен айырылғалы бері мына үй қай күні, қашан құлап қалады екен деген үреймен күнім өтіп келе жатқан. Маған берсеңдерші, деді Күнсұлу мұңайып. Өзім де соны ойлап отырмын ғой. Бірақ пәтер алу оңай емес. Ол үшін алдымен бір шаруаны реттеп алу керек болып тұр, деді Алпамыс. Ол қандай шаруа, деді Күнсұлу елеңдеп. Сен осы мені күйеуге берейін деп жүрген жоқсың ба, деді сықылықтай күліп. Жоға, сендей сұлуды өзге кеш бергенше өзім алмаймын ба? Жә, жұмбақтамай-ақ қояйын. Осы ауылда бір кісіні қорқытып алу керек болып тұр. Кім ол, деді Күнсұлу ынтығып. Досалы нағашымда. Шынын айтсам, шашымызды ағартып жіберді. Ылғи пәлет теріп жүреді. Сонда не істеуім керек, деді Күнсұлу. Жай Досалы ағам түнде үйге келіп қол салды десең болды. Алпамыстан бұндайды көтпесе керек. Күнсұлу шошып кетті. Қойшы, ұят емес пе? Досалы қайнағам марқұм Темірбектің жақын ағасы. Ұяттағы елге не бетімен қараймын деп үрейленген ол бетін шымшыды. Айтып отырмын ғой, қол жүгіртті дейсің, бітті. Органның адамдары жақсылап қорқытып тәубесіне түсіргеннен кейін қайтадан босатып жібереді. Ал сен аудан орталығынан алатын 2 бөлмелі от жақпайтын жайлы пәтерде телеп тепшіп, шай ішіп отыратын боласың. О, масқара, ұят қой, деді Күнсұлу тағы да көңкілдеп. Ойлан, деді Алпамыс кетіп бара жатып. Былай шалатын болсаң, 2 бөлмелі пәтердің құнының қанша тұратын білесің бе? Шашың жетпейді, шашың, деп соқ-саусағын жоғары көтере шығып кетті. 2-3 күннен кейін ойбай, несін айтасың? Досалы Күнсұлуға қол салыпты деген сыпсың сөз гу ете қалып, аядай Ақтұма ауылын лезде аралап өткен. Қой, Досекең ондай тірлікке бармайды деп Досалыны бұрыннан білетіндер ақтап, пәлені оның жауларынан іздеген болды. Апырай, дабдардай Досекеңнен мұндай қылық шығады деп ойламап едім. Құдай-ау, Күнсұлудың марқұм күйеуі Темірбектің әруағының алдында қалай ақталады деп көз таналағандарда табылып қалған. Аудан орталығынан жеткен учаскелік инспекторы Тұрарбекпен тағы бейтаныс 2 жігіт Досалының қолына кісен салып алып кетті. Көзі қарақты жұрт сенбеген. Неде болса пәле дәулер жағынан келді деп топшыладылар. Өзінің кінәсіз екендігіне бек сенді мекен. Көргендер Досалы кеудесін шалқайта ұстап, полицияның көлігіне өзі мінді дейді. Тергеуші қалақтай қара жігіт екен, әдегеннен жаттанды дағдысына салып. Кінәңізді мойындайсыз ба? Қайтесіз, деді. Ойланыңыз, жазаңыз шегілдейді дегенде, қарсы алдында отырған қоп-қойы мұрты бар егделеу кісі абдырмастан: Қарағым, мен адвокатсыз жауап бермеймін, деді нық дауыспен. Тергеуші мына қолын құлағына қалқан етіп әр сөзін мұқият тыңдап отырған адамның қара жаяу кісі емес, төбесі тесік екенін ұққан. Дұрыс, адвокатпен қамтамасыз етеміз, деді қалбалақтап. Сіз алдымен мені жәбірленушімен беттестіріп жауап алыңыз, деді. Тергеушіге күдіктінің әдегеннен даңдайсып жөн үйрете бастағаны ұнай қоймады. Азамат Сабырбеков, сабыр сақтаңыз, бәрде рет-ретімен болады. Сіз күдіктісіз, сұрақты сіз емес мына мен қоятын боламын, деді. Бәрден бұрын Күнсұлумен беттестіру қиын жағдайда өтті. Келіншек Досалыға тура қарай алмай жанарын ала қашумен болды. Тергеуші дағдылы сұрағына көшті. Мына отырған адамды танисыз ғой, деді ол Күнсұлуға қарап. Көзімен жер шұқыған келіншек төмен қараған қалпы. Досалы, қайнағам, деді тұтығып. Қайнағам, дейді. Тергеуші күбірлеп Күнсұлудың сөзін қайталаған. Қайнағаңыз жырап тұр екен ғой пайдаға, деп өлеңдетіп езу тартқан болды. Айтыңызшы, бұл кісі сізге қандай жағдайда қол жүгіртіп жүр, деді. Күнсұлуға ойдан құрастырылған өтірікті айту оңайға соқпаған тәрізді. Әдемі келіншек қиналған кейіп танытып, саусақтарын сығымдай қысып біраз отырды. Көмекке тергеушінің өзі келді. Жә, қобалжып отырған шығарсыз, түсінемін. Ендеше шағымыңызды жайттарды өзім баяндап берейін. Сәуір айының 20 күні деп жазыпсыз. Мал жайғап болғаннан кейін шай ішіп енді шата берген кезде есік қағылған. Пердені ашып қарасаңыз Досалы екен. Одан әрі былай дейсіз:
Жақын қайнаған болғаннан кейін еш нәрседен секемденбестен шай қойып дастархан жайдым. Сол кезде жаныңызға жайғасқан күдікті, яғни қайнағаңыз беліңізді орай құшақтап, әлеуетті қолдармен қолтығыңыздың астындағы қосанарыңызды қысқан. Сіз қайнағаңыздың қолын қағып, аға, мұныңыз ұят емес пе дедіңіз. Алайда аш нәпсінің ырқында кеткен Досәлі, жаным күнім деп тамағыңызға жабысып, сіздің жалынған сөзіңізді естуден мүлде қалған еді. Сіз амал жоқ қолын қағып тастап далаға жүгіріп шығып айқайладыңыз. Әрі қарай даусыңыздан қорыққан Досәлі жалмажан киініп, бойы тазалап қашып кеткен. Солай ғой. Былайша айтқанда күдікті сіздің дәрменсіз жағдайыңызды пайдаланғысы келген. Сол кезде Досәлі заң бойынша жәбірленушінің сөзіне өзіңіздің көңіл күйіңіздің әсерін қосып, құйтырқы сұраққа айналдыруға тыйым салынғанын білесіз бе дегенде тергеуші мүдіргенді. Бұл кездері түпкірдегі ауылдағы Досәліні заңза күннің білгірі деп санап құдайдай көретін кейбір ауыл адамдары, біз білетін Досекең болса, ана мынау адамың алдырмайды деп жатты. Әй қайдам, заңның тырнағына біріліккеннен кейін қиын болады десті бүгінгі саясаттың ағымынан азын-аулақ хабарлары барлар. Бірақ соттағы жағдай жұрттың Досәлінің заңның жілік майын шағып жейтін білімдарлығына сәуегейлік жасағанда емес, мүлде басқа бағытта өрбіді. Есіктен шапанның жеңін бір қолмен ұстай кірген сот судьясы хатшысы әкеліп, алдына қалап қойған бірнеше томыстың кейбірін парақтап, темір тордың ар жағында отырған Досәліге көзілдірігінің үстінен сүзіле қараған. Жұртқа оның төсі біртүрлі суық көрінген. Айыпталушы, сіз өз кінәңізді мойындайсыз ба деді Досәліге қарап. Ол естімесе керек, судьяның сөзіне селт етпесін меңіреу қалпы отыра берді. Әлде кім залдан оның құлағы жөнді естімейді деді. Адвокаты бар ма деді. Мемлекеттік айыптаушы орнынан созалаңдай көтерілген. Мәртебелі сот, айыптаушы қорғаушыдан бас тартты деді. Онда қарсы тараптың адвокаты судьяның айтқанын жеткізіп отырсын деді судья. Жуан қарын сөйлеген сайын аузынан түкірігі шашырап отыратын ақшашты адвокат темір тордың ар жағында отырған Досәліге дауыстап: судья сізден өзіңізді айыптымын деп есептейсіз бе деп сұрайды деп еді. Досәлі орнынан тұрып кетті. Айыпты санауыңыз не? Маған жала жабылып отыр деді. Қалай деді судья істі парақтап. Айыпталушының сұрағына жауап іздеген кейіп тартты. Мынаны қараңызшы, жәбірленуші Күнсұлу Оспанова сіздің өзіне қол салып, зорламақшы болғаныңызды мәлімдеп отыр. Егер ол жала жапса, неге прокуратураға шағымданбадыңыз? Досәлінің қаны қызып ақ отыр екен. Мынау судья оған әдеп сақтап сөз сөйлеу керек ау деген қағиданы есінен тарс шығарып, өз-өзін ұстай алмай сөйлеп кетті. Қандай прокуратура? Сіз нені айтып тұрсыз? Әділетсіз қоғамның мына сіз сияқты ақшаға сатылатын, биліктің тапсырмасын ләппайлап орындайтын соты әділдік үшін күреседі деп ойлайсыз ба? Онда қателесесіз дей бергенде судья қолындағы тоқпағымен үстелді қайта-қайта тақылдатып, тәртіпке шақырғанмен аузы көпірген Досәліні ешкім тоқтата алмады. Бұл байғұс Күнсұлудың төкте кінәсі жоқ. Оны ауылдың әкімі мен ауданның кейбір атқамінерлері әдейі ұйымдастырып отыр. Аудан әкімі Сырлыбайдың ішкен жеген былықтарын білесіз бе? Білмейсіз. Білсеңіздер де білгілеріңіз келмейді. Таудың етегінен бектігі көкпен таласатын үш үйді көрдіңіз бе? Ол жер негізі үй салу былай тұрсын көлденең адамның табаны түйуге болмайтын мемлекеттің қорғауындағы жер. Енді сол үйлердің кімдерге тиесілі екендерін айтайын ба? Бірі аудан әкімінікі, екіншісі аудан прокурорына тиесілі, үшіншісі соттың төрағасы Аймахановтікі. Бұл қайдан келген ақша? Деп Досәлінің соқсаусағы ауданы ауада шошаңдап кетті. Сіз іске қатысты жағдайды ғана баяндаңыз деп судья тоқпағымен үстелді қайта-қайта тақылдатып, тыныштық сақтауды ескерткенмен табаны қызған Досәлі ешкімге дес бермей, көсіліп ұзаққа шапты. Мемлекеттік айыптаушы сөз сұрап, айыпталушының өз-өзіне есеп бере алмайтын мінез құлқындағы өзгерістерге психиатриялық сараптама тағайындауға ұсыныс жасады. Келесі отырыста істі ары қарай қарауды дұрыс деп таппаған судья сот психиатриялық сот сараптамасының қорытындысын жария етті. Сараптама Досәлінің қылмыс жасағаны өз алдына, оны жүйкесінде ауытқушылығы бар жынды адам деп тауыпты.
Судья аудан көлеміндегі әділетсіздіктерді айтқанда ауыздыға сөз бермей, өз сөзін растап, ерегісіп кететін Досәліні 5 жыл мерзімге жабық тәртіптегі жеке ауруларын емдейтін ауруханада емделуге шешім қабылдады. Жұрт соттың ақтық сөзін сілтідей үйіп отырып тыңдады. Айдауылдар қолына кісен кигізілген Досәліні сот залынан алып кетіп бара жатқанда, түпкіргі жақтан әлдекім солқылдап жылап отыр екен. Ол Күнсұлу еді.